Астана. Елорданың ең белсенді, ең керемет жастары. WorldSkills Астана 2023 қалалық чемпионатының ашылу салтанатына баршаңыз қош келдіңіздер! WorldSkills мақсаты әрбір жекелеген елде, бүкіл әлемде де кәсіптік шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу арқылы жұмысшы кәсіптердің беделін арттыру және кәсіптік білім беруді дамыту болып табылатын әлемнің 79 елін біріктіретін халықаралық қозғалыс. Для повышения престижа рабочих профессий и совершенствования системы подготовки кадров технического и профессионального образования Республика в 2015 году вступила в Международную ассоциацию WorldSkills. WorldSkills или же полное название WorldSkills International. Это международное движение, направлено на повышение значимости рабочих профессий и развитие профессионального образования и стандартов. Девиз движения звучит просто, но очень точно и мотивирующе. Это «Делай мир лучше силой своего мастерства». Тамаша, Астанада WorldSkills қалалық чемпионаты 8-ші рет өтуде. Ендеше чемпионаттың өткеніне бір шолу жасап өтуді ұсынамыз. Баршаларыңыздың назарларыңыз көгілдір экранда болсын. 2014 жылы Қазақстан WorldSkills қауымдастығының 70-ші қатысушы елі болды. 2015 жылы Елордада алғаш рет WorldSkills қалалық чемпионат өткізілді. 2015 жылы 5 құзыреттілік бойынша 6 студент қатысты. Ал ағымдағы жылы 49 құзыреттілік бойынша 280-нен астам қатысушы өтінім берді. Өткен жылы өткізілген WorldSkills Қазақстан 2022 республикалық кәсіби шеберлік чемпионатының қорытындысы бойынша 13 қатысушы жүлделі орынға ие болды. 4 алтын, 1 күміс, 3 қола, 5 үздік жас маман медальдармен марапатталды. Жалпы командалық есеп бойынша Қазақстан өңірлері арасында 6-шы орынды иеленді. Чемпионат
қорытындысы бойынша елорда құрамасының қоржынына жүлде алып келген колледждер. Астана қаласы әкімдігінің Астана политехник жоғарғы колледжі 3 алтын, 2 медальон. Астана қаласы әкімдігінің қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі 1 алтын, 2 қола, 1 медальон. Астана қаласының әкімдігінің технологиялық колледжі 1 медальон. Астана қаласы әкімдігінің жоғары көлік және коммуникация колледжі 1 қола. Астана қаласы қаз тұтыну одағының жоғары колледжі 1 күміс. Астана қаласы әкімдігінің техникалық колледжі 1 медальон. жылға 17-28 сәуір аралығында елорданың 12 колледжінің алаңында 49 құзыреттіліктері бойынша көшбасшылар анықталады. Тамаша қошеметтеріңіз болсын. Бір ерекше финиш жолы болатын өткен күнге көз тіктік. Қаншама еңбек, қаншама кереметтей сәттер. Жыл сайын чемпионаттың өту ауқымы артып келеді. Құзыреттіліктер саны әрине де артуда. Демек чемпионат елордамыздың кәсіптік және техникалық білім алып жатқан көптеген жастарына өздерінің шеберліктері мен дағдыларын машықтап көрсете алатын алып мүмкіндіктер алаңына айналуда. Бүгін біздің ортамызда республикалық чемпионатқа жолдама алуға белдерін беке болған бастамашыл, мақсаттары айқын жастарымыз отыр. Ендеше қатысушыларға сәттілік тілеп, құрмет көрсетіп отырайық. Стоит отметить, что мастерство участников чемпионата напрямую зависит от знаний членов экспертного сообщества, которые в свою очередь тоже постоянно совершенствуются. Дұрыс айтасыз, сондықтан да World Skills чемпионаты болашақтың жас мамандары арасында кәсіби дамумен өсуге мүмкіндік беретін ең беделді жарыстардың бірі болып саналады. Особенность 8-го городского чемпионата 2023 года: 25 лет назад будущая Астана официально получила статус главного города Казахстана. В 1998 году городу дали название Астана, что значит столица. Прошла четверть века. Сегодня миссия столицы и технического образования – взрастить новое поколение высококвалифицированных технических кадров, востребованных на предприятиях города и страны. В юбилейную дату вам, ребята, представилась возможность на чемпионате World Skills показать всю многогранность рабочих профессий и их ведущий потенциал в развитии экономики Казахстана. Ендеше 8-ші World Skills Астана 2023 қалалық чемпионатына қатысушыларды құттықтап, чемпионаттың ашып беру үшін сахнаға Астана қаласы білім басқармасының басшысы Сенғазиев Қасымхан Сенғазыұлын шақырамыз. Құрметті жастар, қаттырақ қолдауларыңыз болсын. Қош келдіңіз. Құрметті Қасымхан Сенғазыұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті жас достар, конкурсқа қатысушылар, әріптестер, көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жалпы, 300-ге жуық бала бізде 49 құзыреттілік бойынша қазір конкурсқа қатысып өзінің бақтарын сынайын деп жатыр. Соларға біріншіден сәттілік тілегім келеді. Әрине, ол колледждің ішіндегі конкурс болсын,
қалалық конкурс болсын, ары қаратай республикалық, халықаралық конкурстар болсын, ол бір деңгейдегі өзінің дайындығын талап етеді. Енді бүгін мына өздеріңіздің колледждарыңызды осы қалалық чемпионатқа бастап келіп отқаннан кейін өздеріңіз ол үлкен жетістік деп ойлаймын өздеріңізге. Жалпы алдыда бізде мына колледждарда үлкен өзгерістер күтіп тұр. Біз бірнеше жыл бойы айтып жүрміз, осы біздің колледждердегі тиісті деңгейде жалпы қаланың экономикасына кадрларды дайындап жатқанымен бізде көп түлектердің шыққан кезде құзыреттіліктері жетпей жатады. Осы мәселелерді ертең әріптестерім айтып жатқандығын талқылайтын боламыз. Біз мына WorldSkills чемпионатын жылда бір олимпиада сияқты болып қарасақ, биылдан бастап және келесі жылдарда да ол ары қаратай солай болады деп ойлаймыз. Біз тек қана чемпионат өткізумен ғана шектелмеуіміз керек деп ойлаймын. Біз осы WorldSkills 10 күндік өте ме, бір аптада өткіземіз ба, 10 күннің ішінде өткіземіз бе, біз осы кәсіпті білім саласындағы, кадрларды дайындау саласындағы түйткілді мәселелердің бәрін талқылап алуымыз керек. Тек қана біз қазір мына чемпионат өткізген кезде осы жерде эксперттер отыр, эксперттер өздері ғана талқылайды, оның шетіне қаратай көп мәселелер шықпайды. Сондықтан ертең біз осы мектеп колледждің басшылары бар, Атамекен ұлттық палатасы бар, содан кейін біздің серіктестеріміз бар, солармен бірлесіп осының бәрін талқылайтын боламыз. 10 күн бойы әртүрлі панельдік секциялар өтеді колледждардың базасында. Соған әріптестерімді және бизнес өкілдерін атсалысуға шақырамын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Алдыда бізде маусым айында республикалық ұлттық чемпионат тұр. Сол ұлттық чемпионатқа жақсылап дайындықпен шығамыз деген ойдамыз. Эксперттерге де ең бастысы академикалық тазалық болу керек. Ең бастысы ол мына колледж жеңу керек, мына колледждің студенті жеңгендіктен болмау керек. Құзыреттілігі жоғары, білімі жоғары студент жеңіп, ары қаратай астанамызды республикалық чемпионатта таныстыру керек. Рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. Касымхан Семенович Кубков Рахмет. Занимайте свое почетное место. Мы далее, друзья, продолжаем. WorldSkills қозғалысы өз шекарасын кеңейтуде. Мектеп оқушылар арасында болашақ жұмысшы кәсіптерін насихаттай отырып, ерте кәсіптік бағдар беру жұмысын жандандыру үшін JustSkills ұйымдастырылып отыр. Бүгін залда отырған JustSkills чемпионатының қатысушылары мектеп оқушыларына сәлем жолдаймыз. Чемпионат WorldSkills призван объединить инклюзивные коллективы, молодежь с ограниченными возможностями здоровья и устранить барьеры между людьми, содействовать получению качественного профессионального образования, их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Дорогие друзья, давайте поприветствуем наших ребят под ваши самые прекрасные аплодисменты. Құрметті қонақтар, WorldSkills Астана 2023 8-ші қалалық чемпионатына қатысушы командаларды ортаға шақырайық. Бұл қадам сөз немесе көзқарас болса да, біздікіне ұқсамайды. Біз бастадық және табысқа жеттік. Біз бұдан да жақсы болғымыз келеді. Сондықтан біз әрекет етеміз және күтеміз. Тәуекелге бет буатындарды, қателіктен қорықпайтындарды және біздің құзыретімізге мұқтаж адамдарды және өзімізді қажет ететіндерді тосамыз. Қатысқанымыздың өзі біздің жеңісіміз. Біз бірге болған кезде ғана күштіміз. Қолымыздан бәрі келеді. Қарапайым сәлемдесу, достық кеңес, жаңа білім, жақын болу, не істесек те біреуге пайдалы. Қолдарымыз көреді, көздеріміз естиді, ойларымыз жүйрік. Біз осындамыз, біз үйренеміз, біз жасаймыз, біз қалашымызды өткесіп қоймыз. Сіздеріміз бірге Мына достар, расында Қазақстанның болашағы мінеге осы жастардың қолында келіссеңіздер, қаттырақ қошеметтеріңіз болсын, достар. Да, мне кажется,
настал тот самый долгожданный момент, когда мы в центр нашего замечательного зала пригласим всех участников чемпионата World Skills Астана. Ендеше осы ұлы көшті алға тартып келген Астана қаласы әкімдігінің жоғары көлік және коммуникация колледжі. Қарсы алыңыздар! Высший колледж транспорта и коммуникации акимата города Астаны. 11 құзыретлік, 17 қатысушы, 11 компетенция, 17 қатысушы. Қатырақ қошеметтеріңіз болсын. Астана қаласы әкімдігінің техникалық колледжі. Технический колледж акимата города Астана. Друзья, поддержка колледжа есть у нас в зале. Больше шума. Алты құзыретлік 10 қатысушы. Келесі болып сахна төріне шығатын Астана қаласы әкімдігінің құрылыс техникалық колледжі. Строительно-технический колледж города Астана. Друзья, под ваши яркие овации. Құзыретлік 21 қатысушы. Қымбатты достар, біз жалғастырамыз. Дәл осылай қатырақ қолдауларыңызды білдіріп, баршаларыңыз қошеметтеріңізді аямай отырсаңыздар жарасады. Біз жалғастырамыз. Келесі кезекте сахна төріне Астана Профи қалалық шаруашылық колледж мекемесі қарсы алыңыздар. Келесі кезекте Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті колледжі. Колледж Евразийского национального университета имени Гумилева. Енді, друзья, поддержка. Мінеге нағыз қолдау, қатырақ! Тамаша! Мені нағыз қолдау. Жалғастырамыз. Келесі кезекте Астана қаласы әкімдігінің технологиялық колледжі. Технологический колледж города Астана. Достар, қатырақ, қолдауларыңыз қайда? Давайте, друзья, громче, поддержим. Жалғастырамыз. Келесі кезекте Астана қаласы Дінмұхамед Ахмет Қонаев атындағы колледж мекемесі қарсы алыңыздар. Дорогие друзья, следующий под ваши яркие овации колледж Астана IT University под ваши бурные аплодисменты. Встречайте. Астана IT University. Жалғастырамыз. Астана қаласы әкімдігінің қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі қарсы алыңыздар. Незамедлительно продолжаем, встречаем аплодисменты колледж сервиса и туризма акимата город Астана. Астана қаласы әкімдігінің Астана политехник жоғары колледжі. Высший колледж Астана политехник.
Кәсіптік техникалық колледжі. Друзья, продолжаем дальше. Встречайте Высший колледж Казпотребсоюза. Астана қаласы Қазпұтыну одағының жоғары колледжі. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Why, why, why? Another face, no sympathy on me. You Ал келесі кезекте Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжі. Друзья, продолжаем дальше. Педагогический колледж Международного университета Астана. Под ваши яркие овации, дамы и господа, встречаем. Друзья, также незамедлительно Акмолинский колледж Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Танашбаева. Жалғастырамыз Мағжан Жұмабаев атындағы халықаралық колледжі. Далее, друзья, на линейке колледж управления. Басқару колледжі. Қатырақ қолдауларыңыз. Достар, қатырақ қолдауларыңыз болсын, друзья. Давайте громче аплодировать. Келесі кезекте Қазақ технология және бизнес университеті акционерлік қоғамы колледжі. Қарсы алыңыздар! Далее, друзья, Высший колледж Евразийского гуманитарного института. Жалғастырамыз. Келесі кезекте Урбан колледжі. Қарсы алыңыздар. Колледж Урбан. Давайте, друзья, громче аплодировать. Далее, друзья, мы продолжаем. Встречаем колледж менеджмента бизнеса и образования. Менеджмент бизнес және білім колледжі. Поддержка, громче, друзья. Және де жас skills қатысушылары. Қарсы алыңыздар. Участники Just Skills, друзья, давайте громче поддержим ваши бурные аплодисменты! Ал енді және де чемпионатқа қатысушыларды бағалайтын сарапшыларымызды қарсы алайық, достар! Да, друзья, под ваши яркие овации на сцене жюри
эксперты сегодняшнего чемпионата. Nağız bas sarıcılar. Мінеге, қолдауларыңыз, қошеметтеріңіз болсын. Сахнаға салтанатты түрде ант беру үшін чемпионаттың сарапшыларын шақырамыз. Біз WorldSkills Астана 2023 8-ші қалалық чемпионатының барлық сарапшыларының атынан ант етеміз. Өзімізге жүктелген жауапкершілікті толық орындауға ант етеміз. Чемпионатты өткізу ережелері мен этика кодексін сақтауға ант етеміз. Әділдік, ашықтық және абырой-сынды құндылықтарды құрметтеуге ант етеміз. WorldSkills қозғалысының шынайы рухын толығымен сақтауға ант етеміз. Дорогие друзья, дорогие эксперты, большой-большой вам размят, занимайте свои почетные места. Это было очень патриотично, да, очень эффектно. Сәл уақыттан соң елорда колледждерінің ең үздік, ең шебер жастары чемпионатта бастап өз шеберліктерін ортаға салады. Да, Даррен, конкурс – это всегда праздник. Это возможность громко заявить о себе, насущная необходимость поделиться своими навыками и впитать опыт других. Пусть соперничающий дух будет вызван желанием доказать качество выполнения задания. Пусть WorldSkills принесет нам всем успех. WorldSkills Астана 2023 қалалық чемпионатына старт беріп, ашу үшін сахна төріне Астана қаласы білім басқармасының басшысы Сенғазиев Қасымхан Сенғазыұлы шақырылады. Сахна төріне өткен жылға республикалық чемпионаттың жеңімпаздарын шақырамыз. Абдысалыков Арман Қайратович сантехника және жылу құзыреттілігі бойынша ұлттық чемпионаттың алтын жүлдегері, Астана политехник жоғары колледждің студенті. Также он является золотой призер национального чемпионата 2022 года по компетенции сантехника и отопления. Сонымен қатар Төлеуа Ұлжанбек Айдарқызы Наубайхана ісі құзыреттілігі бойынша ұлттық чемпионаттың алтын жүлдегері, қоғамдық тамақтану және сервис колледждің студенті. Также она является победителем регионального чемпионата 2022, призер национального чемпионата по компетенции пекарское мастерство. Сонымен ең бір тарихи сәт келіп жетті. Қасымхан Сенғазыұлы, Арман және де Ұлжан бірлесіп мына бір батырманы басса. Баршамыз бірге. 1, 2, 3! Шын-жүректен құттықтаймыз! WorldSkills Астана 2023 республикалық. Тамаша, рахмет сіздерге. Мінеге ең бір тарихи сәттің куәсі болдық. Қасымхан мырза, сізге көп рахмет. Осы жанашыр жастарды әрқашан қолдағаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті WorldSkills Астана 2023 8-ші қалалық чемпионатының қатысушылары мен сарапшылары, чемпионатты салтанатты түрде ашық деп жариялаймыз. Итак, дорогие друзья, давайте мы все вместе. 3, 4. WorldSkills Астана! Астана 25 весна! WorldSkills вся страна! Шын жүректен құттықтаймыз! Сонымен бүгінгі біздің чемпионатқа қатысушыларды құттықтау үшін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, композитор Маржан Арапбаева келді. Қарсы алыңыздар, Маржан Арапбаева! Рахмет, қайырлы күн. Шын жүректен осы керемет
чемпионатына ашылуымен 8-ші қалалық чемпионатына ашылуы құтты болсын. WorldSkills жасасын. Тек алға. Қолдарды жоғарыда бірге достар, кірді. Жүрек қайрып тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасаным жайып тұрса, даласынды жанырымды, жаздырма тағдырымды, бақытқа әкіміңді. Бала, арманым барда, жан жана қалма, жастанып қалма, жүрегімде алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әнімді жалға, жүрегімде алға. Қиналсам анда-санда, үмітің алдаса да, өтпелі әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоғалмасын. Сәнің арманың барда, жан жана қалма, жасқанып қалма, жүрегіңде алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, жүрегіңде алға. Арманың барда, жан жана қалма, жүрегіңде қашанда алға. Өмір сынаса, көңілге алма, жүрегіңде қашанда. Бар жұлдызың жанады, арманға қарады. Мұңайма ешқашанда өмірде, әр әлем бақыт табады. Жүрегімде алға, әнімді жалға, әнімді сен жалға. Жүрегімде алға, өмір сынаса, өмірде сынаса, әнімді жалға, жүрегімде алға. Жүрегімде алға. Тамаша! Тек алға деген ерекше ұранды ұстанған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Маржан Арапбаева. Қошеметтеріңіз болсын. Көп рахмет. Мінекей, жалды жастарды қолдап келген Маржан Арапбаева ханымға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал сіздерге айдарымыз, біз сіздермен қоштасамыз. Алдағы жарыстарда тек қана сәттілік, тек қана сіздердің жолдарыңыз болсын дегім келеді. Да, добра, друзья, буду лаконичен. Всем добра, всем счастья, всем удачи. Не болейте, друзья, будьте здоровы. Келесі кездескенше құлсау.